Достар, егер сіздер көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Шейх Ар-Раджихи. Әлем бойынша ең үлкен құрма бағы бар Сауд Арабиялық миллиардер Шейх Раджихи жас кезінде өзінің басынан өткен ғажап оқиғаны былай баяндап береді. Мен жас бала едім, ата-анам өте кедей жандар болды. Күнделікті азық-түліктің өзін тауып беруге кейде шамаларды келе бермей, аш отыратын күндеріміз көп болатын. Тіпті мектепке бару үшін жолға 1 риал таба алмай сабақтан қалып қоятынмын. Қанша білім алғым келгенмен жағдайымыз оған қатты әсер ететін. Мұны палестиналық мұғалімім жақсы білетін. Бір күні жолға әйтеуір 1 риал тауып мектепке бардым. Сол күні мұғалімім қойған бір сұрағына бәрінен бұрын мен жауап бердім. Дұрыс жауабым үшін ұстазым мені мақтап, қосымша 1 риал ақша берді. Ол мұны менің жағдайыма жаны ашығандығын жасаған еді. Ұстазым мұндай жақсылығы бірнеше рет қайталанды. Осылайша күндер мен жылдар зымыра өтіп жатты. Енді мен мектепті бітіріп үлкен жігітке айналдым. Мен қанша уақыт өтсе де әлгі ұстазымның маған жасаған жақсылығын бір сәтте де ұмытқан емеспін. Өмірде 2 аяққа тұрып жағдайым жақсарғаннан кейін әлгі ұстазымды іздестіре бастадым. Сөйтсем ол біраз уақыт жұмыссыз қалғанын, нәтижесінде еліне қайта оралуға қамданып жатқанын айтты. Сосын мен ұстазыма қарап, сіз білесіз бе, менің сізге бала кезімнен бір берешек қарызым бар еді. Соны қайтарудың уақыты келген секілді дедім. Ұстазым болса оған ешкімнің қарыз емес екенін айтып жатты. Содан кейін мен әлгі сабақ уақытында маған беріп тұратын 1 риалын есіне түсірдім. Ол болса берген 1 риалын қайтарудың қажеті жоқтығын алға тартып, қарапайымдылығын көрсетті. Мен болсам оны көлігіме мінгізіп қаладан тыс жерде орналасқан зәулім үйіме алып бардым. Оның ішіне кірген бойда оған қарап, құрметті ұстазым, егер сіз маған бала кезімде сол 1 риалды беріп тұрмағанда, мен білім алып осындай жағдайға жетпесім анық еді. Әрине бергеніңіз аз шығар, бірақ соның өзі менің өмірім алға жылжуына серпін берді. Соның есесі ретінде мына зәулім үйді сізге тарту еткім келеді. Бұған қоса астымдағы көлікті де алыңыз. Бұл бір жақсылықтың қайтарымы деп қабылдаңыз дедім. Ұстазым болса мұның тым көп екенін айтып қуаныш жасыра алмады. Алайда кезінде оның маған берген 1 риалына қатты қуанғаным сонша, мына зәулім үй мен көлікті алғанда олай қуанған емес едім. Шын мәнінде, шын жүректен мұқтаждың көңілін қуантып, еңсесі түскеннің кеудесіне қуаныш ұялататын болса, жомарт болған жаратқаннан берілетін сый-сияпат күтпеген жерден келеді. Бұл туралы қасиетті Құранда да, пайғамбар хадистерінде де көптеген сөздер кездеседі. Сондықтан оған амал ету бізден, нәтижесін беру Аллахтан екенін естен шығармайық. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналыма жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады. Шын мәнінде Құранда адамның дұрыс өмір сүру үшін бағыт-бағдарлар көрсетілген. Расымен де ол дегеніне жетеді. Халық оның көріп келе екеніне сене бастайды. Барлығы бірдей сәжде етеді, алайда олардың арасында ібліс бар еді. Әрі шариғат үкімі бойынша сәулетшіге жасаған зұлымдықтың есесін алу үшін Сұлтан Мұхаммед Фатихтың қолы кесілсін. Абу Бәкір жуынатын бөлмеге барғанша дұға етіп, ақырында бойынан шыққан нәжісті бет-аузына үстіне жағып әйелдің алдына келеді. Осылайша жаратқан Жаббар Мұса алейхиссалам пайғамбардың халқына мәйіттің қайта тірілетін мұжизасын көрсетіп, қылмыстың бетін ашып берген екен. Қазынаға бара жатқан жолда Жәбир патшаның әйелі бөтен еркекпен көңіл қосып тұрғанын көріп қалады. Егер мен өлсем, денемді ал да керуендер жүретін жолға қоя сал. Қарада тұр, менің жаназамды ең беделді сахабалар мен мыңдаған адамдар оқиды дейді. Мұсылмандардың әміршісі Харуннан византиялық күшік Никифорға хат. Сенің хатың маған жетті, оның жауабын мен саған жазып емес, барып көрсетемін. Бұдан бөлек жындар мұхиттың түбіне сүңгіп, пайғамбарға ең көркем деген маржан тастарды алып жинап беретін.
Мұны сезген Хаула жалғыз үмітін жаратқаннан іздеп, дереу қолын көтеріп, көңілі босаған үйде Аллах тағалаға жалбарынумен болады. Осман ибн Аффан көзі тірісінде адам мен Аллахтың арасында нендей керемет сауда келісімін жасап кеткен десеңші. Көп ұзамай сол сәтте Әбу Махзура пайғамбардың көркем мінезін көріп, жүрегі елжіреп кәлима айтып, мұсылмандықты қабылдайды. Дегенмен Салах ад-Дин азат еткен Құдыста жаңа заңдылық орнап, мұсылмандар мен өзге дін өкілдері қатары өмір сүріп, барлығына бірдей жағдай толықтай жасалады. Сондықтан Құранды көп оқуға емес, оқығанды түсінуге тырысу керек деген екен.